Сабина не болды екен. Білмеймін. Бір-бірден жақсылады ғой. Мен де таптым. Айша апай, келесі. Не болды балалар? Не болды? Бұл деген магнит қой. Магнит туралы білгілерің келе ме балалар? Ja. Ендеше жүзінде тәжірибе көрмесін барайық. Келе ойындар. Келе ой. Келе ой. Қолымыздан ұстаймыз. Тәуекел ұстаймыз. Жаңа сендер ойнап отыр. Магнитті болыңдар, сол магнит туралы сендерге қысқаша әңгімелеп берейін. Магнитті ең алғаш рет Магнис есімді жігіт тау тастар аралап келе жатып, таяғының темір ұшымен қатты затты тигенін байқайды. Жақындап келіп қараса, ол магнит екен. Содан бері ол жігіт барлық елдерге магнитті көрсетіп таныстырады. Магнитті кейбір елдерде, әсіресе әйелдер қауымы магниттен жасалған әшекейді тағып өздеріне жаңағы ем болу үшін, тез қартайып кетпеу үшін қолданатын болған. Ал қазіргі уақытта медицина бойынша магнитті емге де қолданады екен. Балалар, қараңдаршы, міне менің қолымда не бар? Мына жерде болған заттар, осы заттарды қарайтын болсақ, менің қолымдағы қарашы, ұстаймын. Арина, мен мына ішіне темірлерге жабысам екен, әлде ағаштарға жабысам екен, қарашы. Жабысып жатыр ма? Жабысып жатыр. Бұлар демек, мына шегелер қандай материал? Темір екен, темір болғансы жабысты. Ал мыналар не? Бұлар ағаш, ағаш болғансы оларға жабысты ма? Магнит жабысқан жолды. Енді балалар сендерге мынандай түрлі ойындар алып келдім. Осы ойындарды қазір бірге ойнайтын боламыз. Ең бірінші Тәуекел, сен қандай ойын ойнағың келіп отыр? Мысықты тамақтандырам. Мысықты тамақтандырасың. Мысықтың тағамдарын атайыншы, қандай тағамдар бар екен? Ананас, сиыр, балық, жұмыртқа, алма, ет, каса, сок. Енді қандай тағамдар жейді екен? Тамақтандырып қойшы мысығыңды. Бұл не болды? Седі. Бұл не? Қандай тағам? Балық. Балық, алып тастай ғой. Балықты жейді екен. Тағы да не жейді екен? Қарап қой. Бұл не болды? Ет. Ет екен. Етті де жей ме? Жейді екен. Қалған тағамдарды беріп қойшы тағы да. Бұл не болды? Алманы жемейді. Жемеймін деп қашты ма? Жемеймін дейді. Одан кейін қандай тағамдар? Тағы да. Алып келем. Не бұл? Жұмыртқа. Жұмыртқа жемейді көрейік. Жақында тауыш. Жемеймін дейді, жемеймін деп қашты. Ал Сабина, сен қандай ойын ойнайын деп отырсың? Билеттерді апарайын деп жатырмын. Апарайын деп жатсың. Ненің көмегімен апарасың? Қолыңдағы бұл не? Магниттің көмегімен апарады екен. Ал қандай көбелек бұл сенің жылжытып жатқаның? Қандай түсті көбелек? Көк. Көк түсті, жарайсың. Келесі. Бұл қандай көбелек? Қандай түсті көбелек? Көк, жарайсың. Тағы мұзға сырғанатады екен. Көйлек ал қалай сырғанатады екенсің? Ненің көмегімен сырғанатасың? Ненің көмегімен? Магниттің. Сендермен магнитпен тәжірибе жасадық. Сендерге ұнады ма? Я, ұнады. Жарайсыңдар. Сабина, магниттің қандай ерекшеліктері бар екен? Магниті бір-бірден жабысады. Жарайсың. Тәуекел, магнитпен тағы да не істеуге болады? Ойнауға болады. Түрлі ойындар ұйымдастыруға болады екен. Ал Алина жасаған ойындардың ішінде қайсысы ерекше ұнады? Пингвин ойнауға үйренген. Ұнады ма? Пингвинмен ойын ұнады. Жарайсыңдар. Ендеше бүгінгі тәжірибеміз аяқталды. Қош сау болыңдар дейміз. Қош сау болыңдар.